Ассалаумағалейкум, құрметті Алматының өнерсүйер халқы. Бүгін мінекей мына өнерде өзінің ойып тұрып орын алатын үлкен алып тұлға Асылбек Боронбай ағамның 50 жас мерей қуанышына орай бір керемет әзілмен әнге толы кеш болып отыр. Асылбек ағам 50-ге келіпті ғой. 50 деген қандай жас мысалы? 50-ге келген кісілер отыр ғой осы жерде. 50 деген өмірдің қызығын көру, жас пен кәріні екіге бөлу, тізгінді әйелге беру деген жаз екен ғой. 60 өміріңдегі тал түс, 77 одан соң піс, 81 тоқалға жетсем деп кете береді ғой. Адам 100-ге келсе де қартаймай деген. Асылбек ағам 100-ге келсін деген кісілер болса бір қол соғып қойсаңыздар болады. Енді Асылбек аға менің өнердегі ұстазым, және де бұл кісі менің жездем. Келіншегі Тараздың қызы, мен Тараздың жігітімін. Асылбек ағам өте бақытты ғой. Тараздың қызын алған еркектер, мына қазақта сөз бар, Тараздың қызын алған еркек жұмаққа барады деген. Құдай қаласа. Тек болмаса жұмақтың ақырaniгі болады деген. Уайымдамаңыздар. Орны жұмақта. Мынандай сөз бар, Тараздың қызын алған еркек или әйелінің айтқанына көнеді, или өледі деген сөз бар енді ол. Масек 50 жасыңыз құтты болады.